Жылдар өте келе оқушылар саны көбейіп, мұғалімдер қатары сандық жағынан сапалық тұрғыдан да артты. Заман талабына сай мектеп статусы да жаңғырып отырды. Әр жылдағы мектеп құрылымы. Кедей шаруа жастар мектебі 1929 жыл, 1931 жылдар, 4 жылдық. 1931-1962 жылдар аралығында 7 жылдық. Және де 1962-1966 жылдары 10 жылдық мектеп болды. 1966-1989 жылдар аралығында 10 жылдық. Сонымен қатар 1989-2009 жылдары 11 жылдық. 2002 жылдан Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің нөмірі 524 бұйрығына сәйкес елімізде 54 мектептің қатарында ауылдық жердегі балаларға 12 жылдық білім беруді жүзеге асатын эксперименттік алаңға айналды. Оқушының дәуірлеу кезеңі басталды. Педагогикалық ұжым арнайы жоғарғы білімі бар жастармен толықтырылып, тың серпіліс пайда болып, шығармашылық ахуал қалыптасты. Сонымен қатар білім беру мен тәрбие саласындағы оңды жаңалықтарды батыл енгізе бастады. Әсіресе мектепті 18 жыл басқарған Жолдасбаев Зинатолла марқұмның кезінде педагогикалық ұжымның шығармашылық мүмкіндігі кеңінен ашылған кезең болды.